сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Панкреатит ас қорыту жүйесінің ең көп таралған ауруларының бірі. Ұйқы безінің жедел қабынуы, орган тіндерінің бұзылуына және өмірлік маңызды функциялардың бұзылуына келуі мүмкін. Уақытылы емделмеген жағдайда қабыну процесі басқа тіндерге таралып, бактериялық инфекциямен асқынады. Әдетте патологияның алғашқы симптомы сол жақ қабырға астында қатты ауырсыну, бірақ панкреатиттің созылмалы түрі жасырын ағымға ие болуы мүмкін. Ұйқы безі қоректік заттарды сіңіру үшін қажет ас қорыту жүйесінің маңызды органы болып табылады. Бұл орган ішекте ақуыздарды, майларды және күрделі көмірсуларды ыдырататын ферменттерді шығарады. Ұйқы безінің тағы бір қызметі ағзадағы глюкозаны сақтау және пайдалану үшін қажет эндокринді реттеу. Жедел қабыну кезінде ас қорыту ферменттері ағзада қалып, тіндерді бұза бастайды. Соңғы 30 жылда панкреатит санының 2 еседен жоғары өсуі байқалады. Аурудың нақты көрсеткіштерін айту қиын. Әр елдің тұрғындары арасында созылмалы панкреатиттің жиілігі 0,2-ден 0,168%-ға дейін өскен. Ауру гастроэнтерологиялық науқастардың 6-8%-на диагноз қойылған. Дамыған елдерде созылмалы панкреатит айтарлықтай жасарған. Бұл диагноз қойылған пациенттердің орташа жасы 50 жастан 39 жасқа дейін төмендеген. Науқастар арасында әйелдердің үлесі 30%-ға өсті. Алкогольдік панкреатиттің үлесі 40-тан 75%-ға дейін өскені байқалады. Видеоны бастамас бұрын қазақ тілді каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, подписка жасауларыңызды сұраймын. Видео соңында панкреатитті үй жағдайында халық емімен қалай алдын алуға және емдеуге болатындығы жайында сөз ететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Аурудың белгілері қабыну процесінің формасына байланысты. Жедел панкреатит сол жақ қабырға астында және іштің жоғарғы бөлігінде, төс сүйегінің астында қарқынды ауырсыну сезімімен көрінеді. Созылмалы панкреатит ұзақ уақыт бойы симптомсыз қалуы мүмкін. Панкреатиттің белгілері қандай? Жүрек айну және құсу. Панкреатит кезінде құсқанда науқас өзін жеңіл сезінбейді. Дене температурасының жоғарылауы, іштің кебуі, диарея немесе іш қату. Панкреатит кезінде нәжіс көбікті, иісі сасық келеді. Қорытылмаған тамақтардың бөліктері кездеседі. Құсқанда жеген тамақтар шығады. Артынан ұлтабардағы өтті құсады, алайда керісінше де болуы мүмкін. Іштің қатуы, кебуі, іш бұлшықеттерінің қатаюы сияқты симптомдар өткір панкреатиттің бастапқы белгілері болып саналады. Терінің және склераның сарғаюы, жүрек соғуы, тахикардия, дене салмағының себепсіз төмендеуі. Панкреатиттің себептері қандай? Панкреатит себептері әртүрлі болуы мүмкін, оның ішінде өт жолдарының аурулары, 12 ішек, ұлтабар аурулары, тамырлардың склерозы, қант диабеті, гипертония, жүктілік, алкогольдан, тағамнан, химиялық улану, кейбір дәрі-дәрмектердің кері әсері, артық тамақтану, тойып жеу, майлы, газдалған сусындарды көп тұтыну, ұйқы бездерінің жарақаты, іш жарақаты, инфекциялық аурулар, ағзадағы аллергизация, генетикалық бейімділік, алкоголь тұтыну. Панкреатиттің алдын алу үшін, яғни профилактикасы үшін темекі мен алкогольден бас тарту қажет. Емдік дене шынықтыру, массаж жасау, тойып тамақтанбау, майлы, қуырылған тағамдарды тұтынбау, тойып тамақтанбау, кофеден мүлдем бас тарту. Қара жасұнықты, қырыққабат, қызылша, сәбіз сияқты көкөністерді қайнатып, немесе бұқтырып жеу көрсетіледі. Өткір панкреатит қауіпті ауру болып саналады. Сол себепті ауруды стационарда дәрігерлер бақылауында емдейді. Панкреатитке күдік туған жағдайда жылдам жедел жәрдемді шақыру қажет. Бірінші, ас көк дәнінен тұнба жасаймыз. 3 ас қасық ас көк дәнін 500 мл ыстық суға саласыз. Ыдыстың қақпағын жауып, кемінде 1-2 сағатқа тұндырып қоясыз. 1-2 сағаттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, бір күн бойы 15 минут сайын, болмаса есіңізге түскен сайын бір жұтымнан ішіп отырасыз. Өте көп пайдасын тигізеді.
Ас көк дәннің ағзаға ешқандай зияны жоқ. Екінші әдіс, сұлының ұйқы безіне пайдасы мол екендігін барлығыңыз білетін боларсыздар, бірақ нақты қандай түрде қолдану керек екендігін көбіміз біле бермейміз. Жарты литр қайнап тұрған суға сұлы ұнтағын салып, 10-15 минут бойы баяу отқа қойып қайнатыңыз. Бетін жауып, дайын болған ботқаны таңертеңгі асқа 1 апта бойы жейсіз. Сол кезде ғана ем болады. Есіңізде сақтаңыз. Ботқаға қант та, сүт те, май да қосу қажет емес. Келесі сарымсақ. Сарымсақ қабынуға қарсы қасиеттері бар және ұйқы безінің қатерлі ісігінің қаупін төмендететін антиоксидант, аллициннің құрамы бойынша рекордшы. Сонымен қатар оның құрамында бұл органға пайдалы заттар бар: күкірт, аргинин, олигосахаридтер, флавоноидтар, селен. Сарымсақты, лимон және ас көкті бірдей пропорцияда алып, блендермен ұсақтап, қоспаны тамақтан 15 минут бұрын ішесіз. Ішу курсы 3 ай. Келесі әдіс барлығымыз пайдаланатын қарақұмық. Қарақұмықты 10 күн бойы 1% айранға бұқтырып, түнде қалдырасыз. Таңертең бұғып, қарақұмық көлемі бойынша көбейеді. Күнде таңертең аш қарынға жеу ұсынылады. Бұл аталған әдістер тек панкреатитке ғана емес, жалпы сауықтыру мақсатында және ұйқы безінің жағдайын жақсарту мақсатында ұсынылады. Есіңізде сақтаңыз, жедел панкреатиттің үй жағдайында және халық медицинасында ешқандай нақты емі жоқ. Сондықтан да міндетті түрде жедел жәрдем шақырыңыз. Жедел панкреатиттің емі тек стационарда. Сондықтан да егер сіз жедел панкреатитті асқындырып алсаңыз, 50% жағдайда өлімге алып келеді. Асқынған жедел панкреатиттің жиі кездесетін симптомдары: ауырсыну, құсу, паралитикалық илеус, шок, коллапс. Ұйқы безінің некрозы 7-11% жағдайда кездеседі. Ауыр интоксикация, жүрек-қан тамыр жүйесінің бұзылыстары, іш қуысындағы сұйықтық, қандағы кальций деңгейінің төмендеуі. Өлім 50% жағдайда кездеседі. 1-2 күні шоктан, 5-6 күні перитонит пен интоксикациядан қайтыс болады. Жедел панкреатиттің жалпы асқынулары: сепсис, екіншілік анемия, уремия, механикалық сарғаю, алиментарлы дистрофия, диабет. Жергілікті асқынулары: перитонит, іш астарында арты флегмонасы, киста, жылан көздер, эрозивті қан кетулер және тағы да басқа. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.